Достар, бүгін мен сіздердің маған қойған сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Кеттік. Алғашқы сұрақ. Сен қалай сиесің? Сенің көтің бар ма? Чу? Неге сенің стилің вампир? Мені білесің ба? Bir күнде неше рет осырдың? Қашан тыштың? Сен қуасың ба? Жауап бер, тупой. Мен саған бірдеңе дедім ба? Мен саған өшең қисық дедім ба? Мұрным шық дедім ба? Әкең жаман дедім ба? Шешең жаман дедім ба? Bir түрлі сұрақтарға bir түрлі жауап бердік. Ал енді жақсы сұрақтарға жауап беретін боламын. Персонажыңды қалай ойлап таптың? Және ол саған ұнай ма? Достар, мен персонажымды өзіме ұқсатып жасағанмын. Ал шашыма келетін болсақ, таңертең ұйқыдан тұрғанда шашым өйстіп тұрып кетеді. Сол себепті осылай істеп қойдым. Кейіпкерім өзіме қатты ұнайды. Жасың нешеде? Жасым 16-да. Атың кім? Шын. Шын атым Жайдархан. Нешінші класс оқисың? 10-шы класс оқимын. Сен нені жақсы көресің? Мен нанды әке-шешемнен де өте жақсы көремін. Сен түсіңде қорқыныштың не көрдің? Негізі қандай түс көргенім әлі есімде жоқ. Сен қандай ютуберлерді қарайсың? Мен ноникZ, Тако, Лорд Нана, Нұрлан Қаламов, ЖАЗЫЛ, Кюбро, АликZ, Мадияр Пернебай сынды көптеген қазақ ютуберлерін қараймын. Осырып көрдің ба? Сериал шығара аласың ба? Енді жынды сериал шығару ойда бар. Әзірге YouTube арнамда Найзағай Батыр дейтін говно сериал бар. Сенде ПК бар ма? Иә. Пицца ұнай ма? Әрине достар, пицца кімге ұнамас? Анимация саған несімен ұнайды? Анимация маған өзіңнің ойыңдағы, қиялыңдағы кейіпкеріңді сызып, оған жан беріп, өзіңнің мультфильміңді жасай алатындығымен ұнайды. Қандай ойын ойнайсың? Мен көбінесе PUBG ойнағанды жақсы көремін. Және де Counter-Strike 1.6, GTA. Достар, егер сіздер PUBG Lite ойнасаңыздар, комментарияға өз ID-ларыңызды қалдырыңыздар. Бірге ойнайтын боламыз. 3000 подписчикке қалай жеттің? Оңай жеттім. Өзім жеттім, өз күшімен. Ешкім көмектескен жоқ, өзім жеттім. Неге аниматорлық жолды таңдадың? Достар, маған анимация қатты ұнайды. Мен бала күнімнен көптеген мультик қарағанды ұнататынмын. Солардан шабытталып, мен де мультик жасағым келді. Бірақ анимацияны қалай және қандай программамен жасайтынын білген жоқпын. Кейін соткама флипа клип дейтін программаны орнатып алдым. Сөйтіп, сонымен көп жұмыс жасап, сөйтіп анимация жасауды үйреніп кеттім. Шын атың кім? Жайдархан. Нешедесің? 16-да. Қайда тұрасың? Үйде тұрамын әрине. Анимация жасаған оңай ма? Анимация жасау бұл өте қиын. Егер достар, анимация жасау дейтін не екенін білсеңіздер, сіздер мені түсінесіздер достар. Өйткені анимация жасау дейтін бұл өте қиын зат. Қандай қазақ аниматорларын білесің? Білетініңнің бәрін айт. Олар Манго, Альока, Нуранет, Маркус, және де Қалам, және тағы басқалары. Егер де кейбір аниматорлар айтылмай қалса, ренжімеңіздер. Себебі видеоны осы жерден аяқтауымыз керек. Түсінсеңіздер лайк, және де бүгінгі видеомыз қызықты болды деп ойлаймын. Егер де солай болса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайын. Чау! Махаббаттың көктем жаңбырындай себелесе сенің жүрегің тұман, адасамын қар жылап.